Облыс әкімі орынбасары Жұрын ауылына келді. Bir ғана мәселе кешегі су мәселесі. Соған байланысты әдейі келіп отыр. Қасымда Ержан Мұздыбайұлы облыстық ЖКХ басқармасының басшысы. Қазір кім бар өзі? Жукашев. Жақсы, құрметті ауыл тұрғындары, арнайы облыс басшысы ұзақтан бері мазалап келе жатқан мәселелері осы Жұрын ауылының су мәселесі. Арнайы облыс басшысына өздеріңіз де өтініш біраз жазған екенсіздер. Басқа да азаматтар облыс басшысына өтініш жіберген. Соған облыс басшысы арнайы ермек осы Жұрынның су мәселесін зерттеп, халықпен кездесіп, түсіндіру жұмыстарын жеткізіп, оны біз өзіміздің бақылауымызға алу керек деп тапсырма берген. Енді осыдан бағана айтып отыр, осыдан бір апта көлемінде Асқар туралы өздерімен кездескен екен. Асқар туралы өздерінің барлық жағдайды түсіндіріп, баяндап берген екен. Біздің жоспарымыз қандай да іс-шаралар қабылдап жатырмыз, оның бәрін өздерінің біліп отыр. Біз де қазір басына барып келдік, сол құбырдың басына барып, қандай мәселе бар екенін оны көрдік. Бірінші, кезек-кезегімен айтып өтейік, қосымша әріптестері бар. Мынау біздің облыстық ЖКХ басқармасының басшысы Ержан Мұздыбайұлы, өздеріміздің аудандық коммуналдық мекемесінің басшысы Әбілбай Мамадинұлы өздеріңізге қосымша айтып өтеді. Бірінші мәселе мынау біздің су мұнарасы. Ол өздеріңіз білесіздер құлаған, оған жәндегі қаржы бүгін таңда бөлінген. Ол енді спонсорлық қаражат есебінен қаржы мәселесі толық шешілген. Оны қазір тиісті мердігерлер Ақтөбе қаласында жинақтап жатыр. Осы бұйыртса, осы айдың соңына дейін оны құрастырып, осы жерге жинап алып келіп, уже іске асыратын болады. Оны біздің КГП коммуналдық мекемесінің басшысы өз мойнына алып отыр. Осы айдың соңына дейін сіздердің алдарыңызда осы мұнара тұратын болады. Оны жауапкершілік алып отқан КГП басшысы. Бұл бірінші мәселе. Оны біз осылай шешіп отырмыз. Екінші, мынау судың құрамындағы, судың құрамында темірдің мөлшері көп деді. Оны біз қалай шешеміз? Енді өздеріңізге алдардағы су мұнарасының астында фильтр қойылған. Ол фильтр 2018 жыл қойылған. Жалпы нормативтерге сәйкес ол фильтрлер 5 жыл сайын ауыстырылып тұру керек. Бірақ егер келіп тұрса 5 жыл мерзімі келген жоқ. Әлі бізде қосымша 1 жыл бар. Бірақ енді мынау судың құрамындағы темірдің көптігіне байланысты әрине оны қазір шұғыл түрде шешу ауыстыру бойынша шешім қабылданып отыр. Енді аудан әкімі осы алдағы осы айдың соңына дейін қаржы мәселесі шешіледі. Ол жерге 12 миллион теңге қосымша қаржы бар екен. Оның ішінде қанша бачок бар? 8 бачок. Ол фильтрацияға 8 бачок бар. Сол 8 бачоктың бәрін полностью Алматыдан мердігер бар, Алматыға заказ беріледі. Сол 12 миллион теңгеге сол 8 бачокты түгелдей ауыстырылатын болады. Бұл өз жағынан жәндегі судың құрамындағы темірдің мөлшерін азайтуға өз септігін тигізеді. Жаңадан қойылады, жаңадан 8 бачок қойылады. Әрине ол судың құрамындағы тазарту жұмыстарын әрі қарай қояды. Бұл жұмысты біз қазір қалай шешеміз? Мерзімін сіздермен келісіп алайық. Осы айдың соңына дейін бюджеттен қаржы бөлінген 12 миллион теңге. Бірақ оның өздеріңіз білесіздер, сатып алу процедуралары бар, басқа құжаттамалар бар, басқа қашан? Қазір тамыз, қыркүйек, қазан айына дейін. Үлгересіз ба? Қазан айына дейін. Қазан айына дейін бітіріп үлгересіз. Болады ба? Енді халықтың алдында арнайы сұрап жатыр. Өйткені ол өзіңіз айналысатын өзіңіз, жауап беретін өзіңіз.
сондықтан осы қазан айында 8 бачок ауыстырып келеді. Бұл да өз кезегінде судың құрамын, оны тазарту, тұщыландыруға өз септігін тиеді. Бұл екінші мәселеміз. Біз оны қалай шешіп отырмыз? Бұл екінші мәселе. Одан кейінгі мәселе жалпы мынау ұңғымалардың сапасы, ұңғымалардың ішіндегі шығарған судың сапасы. Бұл енді өздеріңіз білесіздер, жалпы қашан 2012 жылы бұл су құбырын толық жаңағы жаңғырту жұмыстары жүргізілген, реконструкциясы толық өткен екен. Сол жерден ұңғыманы таңдалып, тиісті жаңағы ауылдың ішіндегі сумен қамтамасыз ету жұмыстары жүргізілген. Енді біз қалай шешіп отырмыз? Біз қазір сіздердің жаңа аудан әкімі бізге де айтып өтті, сіздердің ауылдың тұрғындарының бір өтініші бар, ол жаңадан ұңғыма қазу. Мен бағана айтып отырмын, темір жолдың оң жағына таман ол жерде тұщы су кезінде болған деп. Бірақ енді ол жерде совет өкіметі заманында болған, түсінікті, бірақ қазір қолдануға келмейді. Оны қайтып бастан кетуге де келмейді. Біз жаңадан ашуымыз керек. Бізде бір метод бар. Мысалы, біз аламызда кез келген жерге ұңғыма қазып, сол жерге насос қойып, сіздерге су құбырларын қосып беруімізге болады. Онда мүмкіндік бар. Бірақ ол ұңғыманың ішіндегі судың қоры қанша болады, ол үлкен сұрақ. Біз мысалы оның сапасы екінші мәселе, үлкен сұрақ. Былайға ол жерден сапалы су шыға ма, шықпай ма, оны біз біле алмаймыз. Біз солай жасауымызға болады, бірақ біз мемлекеттік бюджеттің қаржысын сол жерге жұмсап жасауға болады. Бірақ әрине қанша уақытқа жетеді, қаншалықты сапалы болады, ол белгісіз. Сол себептен бізде жалпы осындай су құбырларын салу, ұңғымаларын қазу бойынша бізде мемлекеттік жалпы өзінің ережесі бар. Қалай жасау керек? Бірінші сатысы бір не істейміз. Бірінші біз поисковый разведывательный жұмыстар жүргізу керек. Судың қорын зерттеуіміз керек бірінші. Мысалы, мен сіздерге түсіндіріп өтейін. Жер астындағы судың қорын зерттеуіміз керек. Жердің астында қандай су бар, оның сапасы қандай, сол жұмыстар жүргізу керек. Ол үшін біз бірінші қазір біз келісіп отырмыз, алдымыздағы осы біздің облыстық сессияға, осы алдымыздағы аптада областной сессия бар бюджетте. Соған біз на разработку поисково разведывательных работ біз проект жасаймыз. Соған ақша бөлеміз, ол жұмысты қашан бітіреміз біз? 6 айдың ішінде жоба жасалды. 6 айдан кейін біз сол поисковый разведывательдің өзінің жұмысына кірісеміз. Ол қанша уақыт? Ол 2 жыл. Ол оңай емес. Мен сіздерге түсіндіріп өтейін, өйткені қаншама ұңғымалар қазылады. Ол әр ұңғыманың ішіндегі судың қорын зерттейді. Ол судың қорын зерттегеннен кейін екінші оның сапасын зерттейді. Мына сіздер тұрған жердің маңайдағы барлық жерлердің барлық жер асты сулар зерттеледі. Оған 2 жыл кетеді. Ол қаншалықты, мысалы, біз сіздердің өтініштерді түсінеміз, сіздердің жаңағы ренжіштерін түсініп отырмыз, бірақ қанша неғылғанмен ол 2 жылдан ертең жасалмайтын жұмыс. Ол енді жалпы қаншама, мысалы, әр құрылыстың өзінің мерзімі болады. Мысалы, мына бір мектепті біз 1 жыл саламыз. Тура сол сияқты поисковый зерттеу жұмыстары, судың қорын зерттеу, оның сапасын зерттеу кемінде 2 жыл уақыт. Біз 2 жылда оны бітеміз, одан кейін біз қорытындысын аламыз сол жұмыстың. Мына Жұрын ауылының мынанша километрде осындай ұңғымалар қазуға болады. Ол ұңғымалардың мынаншалықты судың қоры бар, оның сапасы мынандай болады деген бізге зерттеу нәтижесін береді. Сол нәтижесінен біз уже мынау құрылыс монтаждау жұмыстарының жобасын әзірлейміз. Құрылыс монтаждау дегеніміз, ол сол жерге ұңғыманы қазамыз, сол жерге насосты қоямыз, оған электр желісін тартамыз. Сөйтіп ол ұңғымадан уже ауылдың желілеріне құбырды қосамыз. Осындай біз жобалап жасаймыз. Маған жаңа айтып отыр, Асқар туралы өздеріңізге оны жеткізді. Оның осы жерде мен айтқан жаңа ұңғыманы қазудан бастап сіздерге осыны алып келуге 4 жыл кетеді. 4 жыл. Ол түсінікті, ол оңай жұмыс емес. Мен қай жерге ауылға барғанда біз айтамыз, әрине, бұл тез жасалынатын жұмыс емес. Мемлекеттік қаражат болғаннан кейін ол сол мемлекеттің бекітілген ережелеріне сәйкес жұмыстар атқарылу керек. Біз мысалы жаңағы поисковый разведывательный жұмыс жасамай, сразу проект жасай алмаймыз. Жаңағы ұңғыманы қазуға. Ол әрине ережеге кері келеді. Сондықтан біз оған бара алмаймыз. Сондықтан біз қазір бағана айтқандай
осы сессияда бюджеттен қаржыны бөлеміз. Мынау сіздерде судың қорын зерттеу, сапасын зерттеуге қаржы бөлеміз. Осы айдан бастап бұл жұмысқа біз кірісеміз. Одан кейінгі мәселе, бағана мен айттым ғой, өздеріңіздің басында, біз мүмкіндігіміз бар, кейбір қалаған жерден ұңғыманы қазып, ол жерге насосты қойып, суын тартуға. Бірақ оның қаншалықты қоры болатынын и оның сапасын ешкім кепілдеме бере алмайды. Бірақ бұл мәселені біз өзіміздің бақылауымызға алайық. Біз қазір қосымша зерттеу жұмыстарын жасаймыз. Қосымша қазір облыс әкімдігіне барғанға тиісті мамандармен ақылдасамыз. Қаншалықты біз барып кез келген жерде, немесе Совет одағының кезіндегі зерттеу жұмыстарының нәтижесімен біз сол жерге ұңғыманы қазып, сол жерге насосты қойып, суды тартуға қаншалықты мүмкіндігіміз бар. Біз оны қосымша қазір зерттейміз, одан кейін сіздерге қосымша хабарлайтын боламыз. Сондықтан да қорытындылай келе мен жерде осы жалпы келіп қараған нәтижесінде біріншіден мынау водонапорный башня осы айдың соңына дейін өздеріңізге қойылады. Оған жауапты коммуналдық мекеменің басшысы. Екінші, мемлекет аудандық бюджеттен 12 миллион теңге бөлініп, қазан айының соңына дейін 8 анау фильтрдің ішіндегі бочканы қазан айының ішінде сіздерге ауыстырып береді. Оған да жауапты мынау коммуналдық мекеменің басшысы. Үшінші, жәндегі мынау судың қорын қайтадан зерттеу, жаңа ұңғыманы қазу, оның сапасын тексеру бойынша жауапты Ержан Мазылбайұлы осы біздің облыстық бюджеттік сессиясына қаржыны біз бөліп, бұл жұмыстарды бастаймыз. Бірақ бағана мен айтқандай, бұл 1 жылдық емес, 2 жылдық ішінде шешілетін мәселе емес. 4 жылдың ішінде біз бұны шешіп бере аламыз. Мен сіздерге ашық, нақты айтып жатырмын. Одан кейін 4-ші мәселе бұл сіздерге уақытша ұңғыма қазу мәселесін біз қазір облыс әкімдікке қайтадан келіп қосымша зерттейміз. Егер де ондай мүмкіндіктер болатын болса, біз қосымша ұңғыманы қазып, насосты қойып біз көреміз. Егер де оның сапасы жақсы болатын болса, біз оны жасауға дайынбыз. Бірақ оның жердегі судың қоры қанша болатын, ол судың қоры сізге 1 жылға жете ма, 2 жылға жете ма, 3 жылға жете ма, ешкім кепіл бере алмайды. Сондықтан біз оны қойып, біз үшін де риск үлкен. Өйткені мемлекеттің қаржысын біз жұмсап жатырмыз. Егер мемлекеттің қаржысы тиімсіз жұмсалса, өздеріңіз білесіздер, құқық қорғау органдары бізге сұрақ қояды. Неге сен 1 жылдық ұңғымаға осынша қаржы жұмсайсың деген? Бұл да сұрақ бар. Сондықтан біз соны барлығын зерттеп, жаңағы плюсы бар, минусы бар, зерттеп, біз шешім қабылдап, қосымша өздеріңізге жеткіземіз. Осы су мәселесі бойынша мен арнайы өзім келіп отырмын. Облыс басшысы Олжас Сейілов тапсырмасын берді. Осыны зерттеп, ауыл тұрғындарына барлығын жеткіз. Облыс басшысының жеке бақылауында тұрған бұл мәселе, Жұрын ауылының су мәселесі шешу біздің облыс басшысының бақылауда тұр. Сондықтан мен сіздерге келдім. Тексерген жұмыстарын нәтижесін өздеріңізге қорытындылап баяндап беріп жатырмын. Қосымша сұрақтарыңыз болса, мен жауап беруге дайынмын. Егер жауап бере алмасақ, өзіміздің бақылауымызға алып, ары қарай жұмыс жасайтын боламыз. Сізбайбек Разы қоғамдастық кеңесі төрағасымын. Біз ана верхний опытта, нижний опытта алмастырып алыпты. Верхний опытта 1970 жылғы смерсімен дайын, ол болған жоқ. Ол су болған жоқ. Төменгі опытта енді бір үлкен кісі, бір геолог болып облыста істеген кісі, сол кісі көрсетіп кеткен. Без ақшасыз, трансфер. Мына нижний опытта сіз білесіз. Море бар. Тек уақытша қойса соларға біреу скважина береді. Ана үлкен құбырдан жүретін құбырға 1000 метр. Пластика сазы көрсе 1,5 километр. 1,5 метр ғой, 1,5 метр. Енді ол жақында, ауылында свет бар, трансформатор бар мысалы. Ешқандай жер көп болды. Қай жерде ол? Құбырға жақын. Все хорошо, түсіндім. Темір жолдың арғы беті. Мынада да бұнда құмдақып кетті. Бұл жерде пайдасы жоқ. Құмдақып кетті. 49 бар, жолақ бар. Ол алыстау 9-10 километр жер. Жақсы. Тек мынау вариант, шамал экономия вариантта, уақытша. Былай жасайық. Сол ажағын зерттесе сосын. Азаматтар, түсіндіріңіздер, әр ұңғыманың қазы ол қаржы. Біз енді мына жерден қаз, мына жерден қаз деп қаза алмаймыз. Егер сіздер бірігіп өздеріңіз шешім қабылдасаңыздар, мына жерден қазайық деп. Біз жарайды бір ұңғыманы қазып беруге келісейік. Біз соны қазып беруге дайынбыз. Бірақ сіздер өздеріңіз таңдаңыздар. Жаңағыдай сіз айттыңыз ғой, ақсақалдар айтқан шынында объемын білу керек. Білмейміз ол. Біле алмаймыз. Ертең қазба ол бітіп қалса, Мен айтып тұрғаным сол ғой.
сол. Сондықтан оны тексеру керек алғы. 4 жыл Тексеру керек. үшін бағана мен айтқан процедура 4 жыл керек. Уақытша. Именно сүрлер тексеріп жүрген не проблема емес шығар. Жоқ, ол бұндай Менде сөйлеу керек. айтыңыз. Мына қойған фильтр қанша миллион тұрады? 12 жыл. 18 жыл қойыпты да? 18 жыл 50 мың ба? 50 миллион ба? Вот видите, қанша затады. Ол не решение проблемы. Ол сразу момент бір сағаттың ішінде мына дақпен забиваться істеді. Потому что мен өзімді сонда шағал істедім ғой. Ол не решение проблемы. Ол 50 миллион далаға келеді. Ертең бачоккеде, 8 бачоккеде 12 миллион беріп отырсыз, ол да далаға кетеді. Потому что в течение месяца ол забиваться он напрямую болса. Напрямую. Мына ржавчинадан қанша насос кетті. Это ақшаны страшно, мне құрты ғой. Қанша жұмыс жүргізіп жатыр. В течение этого 11 лет тек сол борьба с ржавчиной. Ржавчина қоймайды. Мына скважина, ертең сіз башня қоямыз деп отырсыз, да? Ол бір жылдан кейін қайтқан болады. Обязательно. Ол тоже 8 миллионов стоит. Ол да деньги на месте. Короче говоря, без бурения скважины никаких новых вещей туда нельзя ставить. Это просто взять и выбросить. Лучше нам отдать эти 8 миллионов. Ұсынысымыз қандай ұсынысымыз қандай? Ұсыныс скважина қазбай, ешқандай проблема шешілмейді. Біз скважина қазудан қарсы емеспіз, біз қазамыз. 4 жыл Бірақ мен айтып отырмын ғой, және ол скважина қазу үшін біз мемлекетте бекітілген ережелерге сәйкес процедуралар өткізу керек. Войсковой разведчик. Оны біз жасаймыз, одан қарсы біз бастаймыз. Мен тасыма беріп тұрмын, біз мемлекет бюджеттен береміз на разработку проекта на поисковую разведочную работу осы сессиядан беріледі. Біз бастаймыз процедураны. Осы күннен бастап, жәндегі 4 жылдың ішінде біз бұны аяқтап бітіреміз. Айта жүріңіз. Сосын, міне, кешегіде компрессормен продавать етті. Компрессордың күші миллион бар. Ана ржавчинаны пробивать етті. Бүкіл күші болды. Ешқандай пробить етті. Оны білмеймін, қалай пробить еткен. Ол ертең мына жердің астындағы трубалардың бәрі бітіреді. Это сөзсіз. Сосын сколько затрат будет. Представляете? Қанша затраты бар бүкіл елді қазып қайтқан нелерін тазартып пластмассада. Это раз. Второе, мына скважинаны қазбай, ешқандай проблема шешілмейді бұлар. Просто мен ойлап отырмын, мына халықтың денсаулығы, денсаулығы. Балдар ауырып жатыр, қазіргі заманда страшно болып жатыр. Аудан әкімінің орынбасары Камила Қоғылани ғалымқызы жаңағы бізге ақшаны лучше беріңдер деген ол 8,5 миллион теңге оңай келген жоқ бізге. Кеше біз барлық мұнай компанияларына жазып осылай чипы болып жатыр, беріңдер деп каждый есікті қазып басқа тұрар ол барып сол ақшаны алды. Енді неге бұл нені қойымыз керек? Себебі мына насосқа біз қазір уже бере жақ болып 12 миллион теңге себебі тоқ айналдырып жатыр ғой. Сондықтан да ана біз башняда өзінің жаңағы толтырып, өзінің самотегімен кету керек еді ауылға. Соны біз в любом случае восстановить етуіміз керек аға. Сондықтан да бұл әңгімені қойып, жаңа Ермекен шыққанымыз барлығын по полочке айтты. Ең төртінші вариант, өздеріңіз мына жерді қазып бізге беріңдер деген жерді қазып беріп бірақ айтады. Оның қоры қаншаға дейін жетеді, ертең сіздер бізге қайтадан келмейдер, мыналардың халтура болды деп айтпас үшін сіздердің алдарыңыздан өтіп жатыр. Ондай жұмысқа Әбілем Омарович дайын қарайды деп отыр. Онда да үлкен сұрақ мәселе. Бағанағы сіздің айтқаныңыз толық келісемін. Бачок 8 бачокты жалко просто. Бүгін таңда біз таза су беруіміз керек қой. Біз жаңа судың сынамасын қалдық. Ермекен шыққан. Ана фильтрге дейінгі су астында несі бар екен? Осадка. Сосын фильтрден кейін суды алып, ол таза. Енді неге ауылға неге ауылдың ішінің құбырының өзі де оны тұрған жоқ аға білесіз. Оны да очистка жасау керек. Соның барлығы үлкен мәселе. Жаңа водонапордың башняны қою, ол фильтрді ауыстырып ол міндет. Ол біз ауыстыру керек, басқа вариантымыз жоқ. Біз оны ауыстырып, жаңадан қоямыз. Это уже не обсуждается, уже принято решение на основании всех собраний жителей, уже принято решение. Уже оны қаржысын және асқар тұраралы мұнайшылардан басқадан жинақтап шешкен мәселе. Біз енді әрі қарай біз мына скважина мәселе шешу керекпіз. Мен айтқандай, біз толық зерттеу жұмыстарын жүргізіп, орнын анықтап, оның сапасын анықтап жүргізетін болса, оған 4 жыл кетеді.
біз оны бастаймыз, біз оны параллельно істей береміз. Одан қосымша біздің ұсынысымыз, жаңа ағамыз айтып отыр ғой, біз жаңағы море деп жатқан 3 километр дедік, 1,5 километр дедіңіз. 1,5 километр жерде өздеріңіз ақылдасып, енді осы ауылдың үлкендері бар, өзіңіз бар, ақсақал, қоғамдық кеңес бар, өздеріңіз кеңесіп бір точканы таңдаңыздар. Осы жерге бізге, жаңағы Әбекең айтасыздар, Әбеке, осы жерге маған ұңғыманы қасып бер, бізге. Осы ұңғымадан қандай су шығады, біз соның қорын тексеріп, қосымша сіздерге сапасын айтады. Бірақ оның қорын біз анықтай алмаймыз. Біз соны қазып берейік, көрейік, насосын қойайық, су қанша уақытқа жетеді. Бірақ бағанағыдай судың егер қоры бітіп қалса, жарты жылдан кейін маған ана жерді қосымша қасып бер деген оған болмайды. Басына біз келісіп алуымыз керек. Біз егер келісетін болсақ, бір ұңғыманы қазуға біз дайынбыз. Ол жаңағы біздің коммуналдық мекеме өзі басына алып, оны қазып береді. Бірақ анағындай бір жылдан кейін қор бітіп қалғаннан кейін тағы да қазып бер деген ол уже дұрыс емес еді. Оны да сіздер түсіну керексіздер. Оған біз дайынбыз, бірақ сіздер өздеріңіз кеңесіп, ақылдасып, бір шешімге келіңіздер. Одан кейін бізге айтыңыздар, ағайындар, біз осыған келісіп отырмыз. Мына жерден біз ойымызша ақсақалдардың несі бар, опыты бар, тәжірибесі бар, біледі, бұрыннан келе жатқан осы жерде болу керек деп айтыңыздар, біз қазып берейік. Ондай ответственно ешкім ала алмайды. Сондай болса, негізгі мәселені түбегейлі шешкен дұрыс. Азаматша айтып жатыр, ол кім бар, кім жоқ деп. Мысалы 2018 жылы біз осы жерге келіп, ағайындар 2 жылдан кейін бұяққа газ кірді дегенде қойыңдаршы, ол 2 жылда, 3 жылда кім бар, кім жоқ. Газ кірді ма? Кірді. Оның алдында мектебіміз ремонтталды ма? Ремонтталды. Қазіргі мәдениет үйіміз ремонтталып жатыр ма? Үй кеше былтыр 5 көше асфальтталды, биыл 4 көше кірді ма? Кірді. Сондықтан да жұрынға деген атқарушы биліктің көзқарасы дұрыс ағайын. Тек шамалы шыдамдық керек. Ермен Кенжеғанұлына көп рахмет. Келіп мынаны біз қазір фильтрді ауыстыра аламыз, насосты қоямыз, бірақ оны түбегейлі шешуіміз керек қой. Жаңағы 4 жылдың мәселесі. Сондықтан соған біз жұмыс жасайық ағайын. Рахмет. Мен просто мына директор школы жоқ шығармын. У нас спортзал резиновый настил болу ғой, чтобы дети травмы не получили. Болу керек пе? По проекту? Жоқ, проект болған жоқ аға ол. Спортзал кірген жоқ бұда. Әрбір өзінің жаңағы несі бар ғой жұмысыға. Ол проектке кірмей қалды ол. Енді алдағы уақытта көреміз енді. Просто 86 миллион жетпей ма сонда? Енді қанша Жақсы ағайын. басқа мәселе көзбен. Олар сенген заттен бері қол қойылған дейді. Суды шешіп алайық, аға суды. Уақытша мотор шешірамыз енді, да? Бетекші. Иә, суды шешіп. Мақтанып отыр ғой. Мақтан айтқан жоқ па? Мен сенің атқан реаль жұмыстар ғой. Сосын тұратын тағы бір сөз. Мына общественный совет дейді. Солар неге қол қоямын? Мына школды ремонттағанға, клубты ремонттағанға. Олар ақылайды да қол қоймайды. Қол қоймайды. Олар неге замечание істемейді? Ананы істемепсіздер, ананы істемепсіздер. Оны қоғам кеңесіне сұрайсыз. Мына жолында салып жүрген Ол уақытта болған жоқпыз біз істегенде. соны Ахмет деген жолдастар соған айтады. Айта берсін. Мен әдейі сөздің басында ГКП, иә, коммунальщиктің бастығына. Иә, су бойынша ақылдасақ сөйтіп ағайындар. Мен осы ауылдың тұрғынымын, Гүлмира үшін. Біздер осы алда мәселе көтерілді да судың. Содан кейін бізде суды уақытымен береді. Таңертең болса, кешке болса. Арғы бетте водостанцияда свет сөндіреді деп. Сол кезде. Бұны халық біледі ғой. Сол кезде де бізге су берді уақытымен. Бірақ мен үйім шетте, маған су келген жоқ. Бірақ сіздің предприятие маған 2 кесе суды толтырып берді. 53 куба в июле. Счетчик емес пе? Счетчик дегеніміз. Счетчик жоқ. Неге? Қалай? Жоқ, енді бізде субсидия деген, мыңжарым огородқа деген маған осылай 53 куба беріп тұр. Все, шешіп беремін. Бізге перерасчет жасап. Хорошо. Июль айына 2 жұма су болған жоқ. Счетчик алып қойдым, қоямын. Гүлмира. қазір қалғаннан кейін әділбек Мағденшин сотовый жазып алыңыз. Сосын қазір біз кеткеннен кейін звондап уже мәселені шешіп осындай кезде шешіп алмасақ қазір сол өзгермейді. Су бойынша бізде қазір 2 ұңғыма тұр, басты проблема. Су жетпеудің себебі бізде 500 куб толтырып үлгермейді. Яғни келетін су аз, оны яқты 13
13 киловаттық насостар дейді. Күніне 100 куб айдайды, екеу 200 куб айдайды. Бізде резервуар, бір резервуарды толтырмайды. Сондықтан да алдағы уақытта ескеретін нәрсе, ұңғымалар бірнеше болса, 3 ма, 4 ма, бірде 500 куб толтыратын. Ол 500 куб толса, ауылға суда келіп, оның қысымы да реттеледі. Оны ескермеген, оның алдында алдағы жобалаудың кезінде бұны ержан Зубайлай айтса, алдағы жобалаудың кезінде ескереді. Қарсылық жоқ. сосын жаңа счетчик бойынша бізде қазір су тоқтаспайды. Сол су ағады, бірінші ауа кіреді. Ауа счетчикті айналдырады. Одан сары су келеді. Сары суды ағартқанша 1-2 сағат кетеді. Ол да айналдырады. Мысалы біз ақша далаға төлеп жатыр. Осы мәселе қалай шешуге болады? Бәрі екпейтін, мен сізге айттым. Егетін жерде бар, екпейтін жерде бар. Енді суды қалай ағартамыз? Огород жоқ, Жоқ, огород барлар бар, жоқтар бар. Мал да ішпейді, оны сары су. мал ішпейді. Кәдімгідей сап-сары қызарып кетеді. Санэпидстанция не может определить, какое содержание ржавчины, ничего происходит в литре. Пожалуйста. И масляные разводы. Это май. Свой. Например, 50% ржавчины. Сондай авиацияны тексерсе, сондай күніне 5 грамм ржавчина ішкеннің өзінде адам нетеді ғой. Сіздің несі бар ма? Еще май. Сіз обязательно айтады, что все бәрі нормально. Нормально. На самом деле, сіз келеді, ана емкістері тазартады. Адам жақтап, ішін тазартады. Ну там толщина 1,5 сантиметра. Ну там невозможно. Соңғы қашан алдыңыз? Еще? Ну каждый год один раз лет тазартады, ол в течение месяца анандай жиналады. Мына фильтр кеше алмастық қой, кеше. Тап кеше. Бүгін осы. Фильтр бар, үйлерден алады, неге алады ол енді? Ана сіз мындай мастер Май. свой. Бір күн бүгін Фильтр тез тоқталады. Бұл алдағы суды таза деп ешкім айтып жатқан жоқ. Майлы біз істемедік қой, еш баққан, Біз қазір петередік, басшаға қойып, фильтрді қойып, жақсы суды ағайындабайсыз. Жоқ, соны ары қарай түбегейлі шешкіміз келеді ғой. Айлы андай фильтрдің болатынын біліп отыр. Они санэпидстанция, вода в идеальном состоянии. Вот енді Жоқ, санэпидстанция идеальный состояние деп бермейді. Жоқ, Превышает, ну, норма. Норма дейді. Норма болса машина. Ана ақсасы ғой, ана фильтрін дап дейді. Қандағаштың бәрінде сондай. Қандағашында жоқ қазір. Оны дап жоқ. Неге? Қандағашта тасып ішеміз ғой. санэпидстанция қандай решение береді? Олар айтады, судың составында мынандай заттар бар. И сонда заключение береді. Она подлежит питью или не подлежит питью. И оның соның ішінде олар шешім қабылдайды. Бұл су ішуге жарамды, бірақ бұл сіздерге жоқ. Бұның ішінде темірдің составы көп, құрамында көп деп олар жоқ деп отқан жоқ. Они признают, что там есть. Они признают, что там, да, превышает норматив именно железа, но для питья она пригодна. Пить можно пить, но да, içinde какие-то элементы, минералы его превышают, но его пить можно. Вот такое заключение дает. Аузы кептір жүрді, ішкен ішіп болған. Аты біреуі суды ішіп көресіз. Москвада жетеді, содан бері. Москвадан Москвадан 5 литр. Ол 1,5. Енді уақыт болса тағы да берілеміз деп ойлап отырмыз. Хоть Москвадан біліп отырайық. Жақсы. Оған егер де өздеріңіз независимый экспертиза басқа жасап қараңыздар, ол өздеріңіз қолдарыңыздар, ешкім қарсылық білдірмейді оған. Міне бағасы Несі бағасы? Бақыраш сап-сары. Кетпейді. Бүкіл басылды үйдегі бәрі сап-сары. бұл жиналады ішке. Жақсы енді. Бақыраштың арасы. Жақсы ағай, енді бұл сіздерге ешкім сіздерді алдап отқан жоқ. Біз сіздерге как есть айтып отырмыз. Барды бар, жоқты жоқ. Біз сіздерге ешкім алдап келіп отқан жоқ. Біз сіздерге айтып отқан жоқ, суларыңыз керемет таза, мөлдір су деп айтып отқан ешкім жоқ.
кемшіліктеріңізді мойындап жатырмыз. Иә, кемшілік бар. Кезде жасалған кезде кемшіліктер болған. Иә, скважинаны қазылған кезде дұрыс кемшіліктер кеткен. Содержаниесінде темір желесі бар. Оның бәрін айтып отырмыз, мойындап отырмыз. Ешкім сіздерге ойбай, бізде бәрі керемет, сіздерде дұрыс емес ақпарат деп айтқан жоқпыз. Біз көрдік, судың сапасын көріп отырмыз. Өздерін әкеліп беріп жатсыздар. Оны көрдік, басында болдық, оның судын да көрдік. Сол жерден до фильтрации, после фильтрации көрдік. До фильтрации есть, после фильтрации уменьшается содержание. Оның бәрін айтып отырмыз, мойындап отырмыз. Одан кейін әрине біз енді сіздерге осылай жағдай не істесек те оны істе деп жатқан жоқпыз ғой. Біз сіздерге айтып отырмыз, біз мынаны жасаймыз, бір, екінші мынаны жасаймыз, үш мынаны жасаймыз. Біз қолымызды бүйтіп қойып отырсақ екен, жарайды, сіздер ренжиді дейді. Біз қабылдап жатырмыз шаралар, біз мойындап жатырмыз. Иә, болған кемшіліктер. Бірақ ол кемшіліктер жою үшін біз мынандай шаралар қабылдап жатырмыз. Оған мынанша уақыт керек. Біз қазір сіздерге айтсақ, ертең бәрін қатырамыз десек, алдап. Тағы да ренжисіздер. Келді, алдап кетіп қалды. Біз сіздерге нақты уақыт айтып отырмыз. 4 жыл керек. Енді қазір 1 жылдың ішінде жасаймын деп жасамасақ тағы да ренжисіздер бар ағайындар. Сондықтан шындықты айтып отырмыз. Әрине шындық сіздерге жақпайды, бірақ амал жоқ. Шындықтың аты шындық. Басқа вариант жоқ. Қанша не қылсақ та біз уақытша оған қазып берейік. Бірақ оған ешкім кепілдік бермейді. Оның сапасы, қоры жеткілікті болады деген. Бірақ сіздер қоғам болып, ел болып таңдаңыздар, қай жерден оған қазам. Біз қазып берейік. Жәндегі сетті тартып берейік 1 жарым километр. Бірақ ол қанша уақытқа шыдайды, оны өздеріңіз көресіздер. Бірақ одан кейін бізге реніш болмасын. Келдің, қаздың, тағы қазып бер деген реніш болмасын ағайын. Сондықтан келісіп алайық. Мен сіздерге бір жалған ақпарат айтып келіп алдап отқаным жоқ. Айтқандарыңызбен келісем, бәрін қолдаймыз. Бірақ одан кейінгі шаралар қабылданып жатыр. Жаңа айтып отыр ғой, Ғалым Сенбаевич, қандай шаралар жасалып жатыр? Әрине, судың проблемасы бар. Бірақ одан да басқа жұмыстар жасалып жатыр ғой ағайындар. Сіздер енді көріп тұрсыздар, асфальтпен жүріп жатсыздар, мынау жап-жаңа асфальт. Бізде қаланың өзінде көптеген мұндай көшелерде асфальт жоқ. Оны мойындау керек. Барды бар, жоқты жоқ деп айту керек. Енді сіздер көздеріңіз ашық, құдайға шүкір білесіздер ғой, барлығы ашық көріп, телевизордан көріп отырсыздар, қандай шығарып жатқанын. Сондықтан рахмет, уақыттарыңызды бөліп, келіп жатсыздар. Сізге көп рахмет. Газ келді, көше ашылып жатыр, күнде ремонтталып жатыр, мектеп ремонт. Иә, ары қарай да көше, ары қарай ауылға жол салынып жатыр екен. Біздің барлық проблема су бар. Көп шамашылық болса жетеміз, оған жақта. Жақсы. Оған да жетеміз. Аманшылық тілеймін, аман болыңыздар. Жақсы. Қолдарың болсын. Жақсы, аман болыңыздар. Жақсы.